әкім болсаң халқыңа жақын бол дегендей, қаламыздың әкімі Жалғас Бабақан мырзаның ауыл, қала тұрғындарымен есеп беру кездесуі жалғаса түсуде. Әрине, әкім қол астындағы халықпен жиі кездесіп, ойласып, кеңесіп, олардың арыз, шағым, орынды өтініш, тілек, ұсыныс пікірлеріне дер кезінде құлақ түрсе, қордаланған проблемалардың сәтті шешіліп отыруына жол ашылады. Міне, атамыз қазақтың кеңесіп пішкен тон келте болмас деген даналық сөзі осындайдан айтылса керек. Әкімнің халықпен кездесуінен біздің бір байқағанымыз, ауыл және қала тұрғындарының бүгінгі таңдағы кездесіп жатқан проблемаларының бір-біріне өте ұқсастығы. Өйткені Жаңаөзен мұнайшылар қаласы, оның үстіне Жаңаөзен дүниенің түкпір-түкпіріне тардай шашылған қандас бауырларымыз қайта оралған, Таразда тасы басым оралмандар ордасы екендігін ешкім жоққа шығара алмайды. Сондықтан талқыға түскен тағдырлары бір, басқа түскен азаптары ұқсас қандастарымыздың атамекенге ат басын тірегендегі қайғысы мен көрер қуанышының да ортақ болатыны заңды құбылыс. Оттаныстық отанның, ата-бабаның кіндік қаны тамып, қанды жорықтарда басқан ізі қалған киелі мекеннің қазіргі кезеңдегі сулы ауасы мен улы ауасында бірдей тыныстап жатқан барша бауырларымыздың бүгінгі таңдағы тыныс тіршілігі мен кездесетін проблемалары да әрине бірдей болады. Міне, жаңаөзендік жерлестерімізге қазіргі кезде ең бастысы ауадай қажет нәрсе баспана, жарық, жылу және жұмыс орындары екендігі айтпаса да түсінікті. Одан кейін денсаулықтың қорғаны емхана, бүгінгі ұрпақтың нұрлы келешегі үшін мектеп, балабақша керек. Жау жағадан алғанда бөрентектен дегендей ауыл арасында қаңғыған бұралқы иттер де адам өміріне қауіп төндіріп, қосымша қаржыны қажетсініп тұр. Тұрғындарға телефон байланысы, асфальтталған жол, көлік қатынастары да керек. Өз жұмысын жүйелі жүргізіп келе жатқан қала әкімі әрбір кездесуде тұрғындар тілегін орындайтындығын әйтсе де негізгі күшті елді жарықтандыруға, жылу жүйелерін іске асырып, тұрғындарға электр энергиясы мен табиғи газды жеткізіп беруге жұмсайтындығын түсіндіріп бағуда. Мұны әкімнің таразының екі басын тең ұстаған әділдігі, көрегендігі, ізіне елін ерткен басшының тәжірибелілігі деп ұққан жөн. Міне, қала әкімі Жалғас Бейсалыұлы осындай мәселелер төңірегінде 17 қаңтарда Теңге кентіндегі, 18 қаңтарда Қызылсай ауылы мен 19 қаңтарда Арақат шағын ауданы тұрғындарымен болған есепті кездесулерінде келелі әңгімелер қозғалды. Құрметті көрермендер, қала әкімі Бабақан мырзаның өткен жылдың қорытындысы туралы баяндамасы күн ілгері қалалық Жаңаөзен газетінде жарияланып, кешегі Теңге кентіндегі кездесуіндегі сөзін біршама эфирден бергендіктен өз мүмкіндігімізге қарап, әкімнің сөзін күнде қайталай бермеуді жөн көрдік. Өткен жылы Қызылсай ауылында қала әкімінің қолдауымен, мұнайшыларымыздың қамқорлығымен көңілге қуаныш ұялатар қомақты да игі істер жүзеге асырылды. Дегенмен ел ішіндегі ауыл халқының проблемалары толық шешілді деп айтудан аулақпыз. Білім саласында үлкен өзгеріс болды. Себебі ұлттық тестілеу дейтін науқан өтті. Соған байланысты біздің ұлттық тестілеуге жаңағы 1464 мыңға жақын баламыз қатысып, сол орташа жақсы 40%-лық білім көрсетті біздің балаларымыз. Оның ішінде жаңағы 347 баламыз мектеп бітірген, мектептерде мемлекеттік емтихан тапсырды, ана ұлттық тестілеуге қатысқан жоқ. Жалпы айтқанда қала бойынша қазір 1464 бала 5-ке оқиды, 6145 бала 4-5-ке оқиды. Енді айтып жүріп, енді кейбір көрсеткіштеріміз әрине қақпанға қарағанда сәл төмендеу. Мына ең жоғары бал алған баламыз 99 бал алды өзен бойынша, ал Бейнеуде, Ақтауда 113-112 бал алған балалар бар. Енді Құдай қаласа білім бөлімі осы салада жұмыс істеп кішкене осы кемшілікті жөндейді деп ойлаймын.
Бүгінгі таңда жалпы қала бойынша 2201 бала тегін ыстық тамақпен қамтылып отыр. Сонымен қатар 7350 бала қоғамдық тамақпен, 1070 бала ыстық тамақпен қамтылып отыр. Жалпыға бірдей білім қоры дейтін бар, сол қорға былтыр 2.548.548 мың теңге ақша түсті. Мына Өзенмұнайгаз біздің бас демеушіміздің көмегімен былтыр алдыңғы жылғы есеп бойынша, қала бойынша балалардың ауруханасында, емханасында есепте тұрған ауру деп, болашақта ауырып қалуы мүмкін деген 1657 бала бар екен. Соның 625-і Қырымда тегін путевкамен демалып емделіп келді 24 күн. Сол биыл да жалғасады. Қалған балалар биыл 450 бала сонда барып тағы да емделіп келеді. Алғашқы кететін балалар осы Құдай қаласа 120 бала ақпан айында, февраль айының 20-сында кетеді. Биыл сол 450 емделеді. Қалғаны келесі жыл. Бұл мәселе сонымен қатар бюджеттің есебінен 2300 бала былтыр Алматы, Ақтау, Қалашілік, мына Кендірлі сияқты жерлерде каникул кезінде демалды. Сонымен қатар мына бұрын дворовой клуб дейді, қазақша ауыл клубтары, соның екеуі ашылып, ол жерде сол клубтар балаларға әртүрлі қызметтер көрсетіп жатыр. Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша біз биыл ондай клубтардың тағы да қатарын көбейтуіміз керек. Балада, көшеде баланың бос ерігіп жүрмеуіне жағдай жасауымыз керек облыс әкімінің тапсырмасы бойынша. Денсаулық сақтау саласына келетін болсақ, жаңа шет жағасын айтып кеттім. Осы қалада қызмет жасап жатқан 10 шақты емдеу орталықтары болатын болса, осы барлық емдеу орталықтарының бәрінде қазір жөндеуден өткіздік. Жалғыз ғана мынау бұрынғы санаториумыз, мұнайшы санаториумыз қазір шипа сервис деп аталады. Осы мекеме жұртқа дұрыс қызмет көрсете алмай, қазір банкрот болып жатыр. Банкрот болып, соның зданиясы мына үйі сатылатын болып, сол облыс әкімінің қолдау хатымен үкіметке барып, бір 2-3 ай дегенде соны қаланың меншігіне алып қалдық қазір. Сол енді санаторий қала әкіміне тікелей бағынатын мекеме болып қайта ашылады. Биылдан бастап қазір тоқтап тұр, банкрот болып, ана мекеме қызметін, жұмысын тапсырып жатыр бізге. Соны биыл Құдай қаласа қайтадан іске қосамыз деп отырмыз. Ал енді жалпы денсаулық саласына келетін болсақ, денсаулық саласы үкіметтің тапсырмасына сәйкес қазір қала әкімінің құзырынан кетті. Қаржыландыру жағы, қала әкімде қаржыландыру енді бағынбайды. Бұл тікелей облыстық денсаулық департаментіне қарайтын, содан қаржы алатын болады. Бұрын енді жартылай бізден алатын еді, жартылай облыстан алатын еді. Сонымен қатар біздің мұнай колледжімізде, мед колледжімізде, СПТО-мызда барлығы облыстық білім басқармасының құрамына биылдан бастап өтіп кетті. Енді біздің денсаулық саласында мақтанатын екі көрсеткішіміз бар. Бұл бірінші табиғи өсім. Мына дүниеге сәбидің келу жағынан біздің көрсеткішіміз қазір өте жақсы. Былтыр дүниеге 2367 бала келді. Бұл алдыңғы жылғы 2003-пен салыстырғанда 200 балаға артып, жалпы өліммен салыстыратын болса, туудың арасын салыстыратын болса, бұл арақатынасы 5-ке 1 болып отыр. 5-ке 1. Ол не деген сөз? Бір адам өліп жатса, 5 адам дүниеге келіп жатыр. Сол жағынан қарағанда бұл республика бойынша өте жоғары көрсеткіштердің біреуі. Сонымен қатар мына бізде өкпе ауруларымен ауыратын адамдар өте көп еді. Мына үкіметтің ДОЦ терапия дейтін өзінің бағдарламасына сәйкес соңғы кездерде жаппай мектеп балаларын, үлкен кісілерді мына рентген аппараттарға түсіру арқылы қарап емдеудің арқасында жылдан жылға өкпе ауруымен адамдардың ауруы азайып келе жатыр. 2002 жылы 148 адам бір жылда анықталған болса, өкпе ауруымен қазір 2004 жылы 94 адам анықталды өкпе ауруымен. Сонымен қатар мына өкпе ауруларына өздеріңіз білесіз, бюджеттің есебінен 2002 жылы 30 орындық өкпе ауруларын жаңа ғимаратын салып берген болса, сол 2002 жылдан бастап мұнайшыларымыз өкпе ауруымен ауырып жүрген азаматтарға қосымша тамаққа, аяқтай келіп емделетін азаматтарға 500 теңге көлемінде көмегін әлі күнге дейін беріп келе жатыр. Және де биылғы жылға сол күшінде қалды. Бізде бар мына ауылдың әкімінің жылдық жоспарында тұрған мәселе
Біріншіден өздеріңіз білесіздер, сол жерде жер сұрап келген азаматтарға мен көпке дейін бермей жүрдім. Көпке дейін бермей жүрдім. Себебі менің мақсатым мына Қарабұлақ жаққа, Бостан жаққа салса екен дедім. Себебі ол жерде біздің газопроводымыз бар. Газдың түбінен ары қарай тарта салып, үйге тартып алып кету оңай болады. Бірақ енді ел ол жерде жақтықпады. Кейбір азаматтар ол жерде су жиналатынын біледі ғой. Бармады. Соған байланысты біз амал жоқ, сіздердің дегеніңізге көніп, өздеріңіз білесіздер, маған келгенде айтқандарыңызды ол жерде берді. Бірақ енді біз қалада қазір 14 жерде құрылыс жүріп жатыр. 14 жерде. Сондықтан оның барлығын бірдей мезгілде жүргізіп, құрылыс жүргізуге біздің мүмкіндігіміз жетпеді. Міне биылғы жылға қала бойынша газ салуға 102 миллион ақша алдық. Бұл әрине бізге жетпейді. Бізге 200 миллион беретін болса, біз оны бір жылда жеп қоямыз, бәрін қамти алмаймыз. Бірақ дегенмен сіздің ауылға тоғына, газына біз ақша қарастырдық. Оны мына орынбасарының жолы Тазымат бар, осы ауылдың түлеуге менің орынбасарым экономика қаржы жөнінде осы кісі біледі. Тендер жариялап, проекттері бәрі бар. Алла жүрсе бұл шаруа шешіледі. Оған қам жемеңіздер, себебі бұның ақшасы шешілген. Келесі сұрақ. Оңтүстік ауыл тұрғындарынан 2014 жылы жылумен газбен қамтамасыз етеміз деген әңгіме болып, жағдайды ескере отырып, мәселені тез арада шешуін сұрайды. Жаңағы 35 үйдің адамдары. Бұл енді мен әуелден ол жерге газ тартуға қарсы болдым. Себебі көшесіз, ретсіз, бұрынғы көп үйлер ескілерсіз бұзылды. Арасы ашық, жаңа сол мәшіне соғып кетеді. Кейін дұрыста жүрмейміз ғой. Сондықтан мен қиқа-жиқа көшесіз жатқан жерге бір газ тартып келмеді. Бәріміз мына жаңа жерге көшіп, бір жерде отырсын деп едім. Бірақ енді ауылдың ақсақалдары маған шықты, біздің депутаттарға шықты. Сол ақырында біз проект жасадық, біз көндік. Осы күзде кеше декабрьде ақша бөліп, жаңа айтып кеттім. Ол енді 1-2 айдың шаруасы, құдай қаласа ол бітеді. Қаражаты жетеді. Сәті келді ме екен? Сәті келді. Сол азаматтардың атынан, сенің атынан мен уәде беріп жатырмын. 2 айдың ішінде осы жерді бітіріп бер. Енді жетпейтін қаражаты болса біз қосамыз, бірақ сен елге жақсылық жасап осы аяқтап бер. Проекттің бар, жаңағы алғанда 30% төледім. Тек жұмысын жандандыр. Келесі бір сұрақ. Апа әжелерден ауыл жылында ауыл жолдары неге жөнделмеді деген сұрақ бар. Қыстың жаңбырлы күндерінде батысқа батамыз. Балаларымыз сабаққа бара алмайды. Жолдың қала бойынша барлық жолды жөндеп, жаңа жолдар салатын болса, біз есептедік, мына бас сәулетшіміз бар. 1 миллион 400 миллион теңге керек екен. Біздің ондай қаражатымыз жоқ. Біз тапқан тұтқан ақшамызды қазір, жаңа айттым, осы күнге дейін мектеп жөндеуге, емхана, больница жөндеуге жұмсадық. Қала берген, мына өздері білесіздер, газға жұмсадық, тоққа жұмсадық. Осы ауылға да осы жеңешемдер өтірік айтсақ, алынып отыр ғой. Осы байбалам салып, газ қашан болады деп, міне енді оған да жеттідер, 200 пайданы осында, құдайға шүкір. Біз әуелі газбен тоққа жұмыс істедік. Қазір енді құдайға шүкір биыл енді ең ауыр жеріміз Рахат 1 мен Рахат 2-ні жапсақ деп отырмыз. Себебі ол жерде 3000-ға жақын жер учаскесі бар, соның 2000-ның үстінде адам семьясы отыр қазір. 2000-ға жақын семья бар. Осыларда свет жоқ. Сондықтан мен басты міндетім қазір сол елге свет беру, сосын газын беру. Жолды сосын көреміз, себебі бәрі де жаңағы менің мүмкіндігім жетпейді. Сіздерді бүгін Қызылсайда жол саламын деп уәде бермеймін, бірақ жылдың ішінде мына облыс әкімінің қаржы жөнінде орынбасары отыр ғой. Егер қаржы жағдай жақсы болып беріп жатса, мен қаржылығымды осы ауылға сол кішкентай де болса жол салуға қаржылығым жоқ. Осындай сұрақ кеше теңгеде де болды. Енді теңгеде 20-дан астам көше бар, тек Никак көшесінде асфальт бар. Сондықтан мені бұл сұрақтан қинамаңыздар.
мені басты міндетім сіздерге биыл газыңызды тоғызды бітіріп берсек, сіздер маған риза болуыңыз керек деп ойлаймын. Сондықтан енді мен дегенде мынау ауыл жылы 2005 жылы 2005-те ауылға арнап сол ауылының бір түтіннің жуып шығып тұрғанын соған риза болып ұштаған құтты мекенім дейтін кітап дүниеге келді. Ал енді баяғы президент айтып еді ғой, пенсияға шыққаннан кейін кітап жазыңдар. Артыңызда тарих болып қалсын, ұрпақ сендердің өміріңізге өнеге алсын деп сол айтқан, мен сол президенттің айтқан жаңа тапсырмасын орындап тұрмын. Сондықтан мен қазір сіздердің алдыңызда мына Жалғас Бейсалдына бір кітабымды тарту етейін деп тұрмын. 400 метр ішінде 128 суверен бар, ұстаған ауылдың тарихы. 400 метр бәрі осы мына программадан шығып жатыр. Ешқандай архив пайдаланған жоқпын, архивтің бәрі өзінің басында екен. Ал Жалғас Бейсалдың Мұрат Қуанышбекұлының келетін білмей қалдым, негізі бұл мыңдаған кітап қой, талай жігіттерге беру өзі. Береміз деп уәде береміз. Ал құрметті ауылдастар, ал баршаңызға да бақыт тілеймін, отбасыларға береке бірлік, денделген саулық, ең бастысы аузымыз бір болсын. Жаңа төртеу төмен болса төбеден келеді, алтау ала болса алақанда кетеді деген. Енді біз біреу арам жақсы, біреу әжібай жақсы, бір екі тумалас төбелгі сыпат деген біз енді қазіргі саясаттың адамдары емеспіз. Күнделікті сол көтерлікті күйіпті бала шағамыздың денсаулығын, еліміздің амандығын тілеп отырған адамдармыз. Сондықтан біздің арман мүддемізді орындайтын азаматтар сау болсын деп ойлаймын.